Абай Құнанбайұлы ұлы ақын, ойшыл, саяси қайраткер және біздің еліміздің тарихында үлкен із қалдырған адам. Ол әдебиеттің дамуына ғана емес, сонымен бірге Қазақстан, Ресей және басқа Европа елдерінің арасындағы мәдени байланысты нығайтуға үлкен үлес қосқан. Елімізде Абай Құнанбайұлының 175 жылдығын мерекелеу аясында көптеген іс-шаралар жоспарланған. Осыған орай әлеуметтік желілерге тарап кетіп жатқан эстафетаны Қарабалық аудандық кітапханасы қолдап, Абай шығармаларын жатқа оқу науқанын жалғастырады. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрым қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өстермедім. Адамның бір байлығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баланы медресеге біл деп бердім, қызмет қылсын шен алсын деп бермедім. Өзімде басқа шауып төс көрледім, қазаққа қара сөзге дес бермедім. Еңбегіңді білерлік кеш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Қор болды жаным, сенсізде менің күнім, бек бітті халім, тағдырдан келген зұлым, тағдыр етсе Алла, не көрмейді пәнді. Сайрай бер тілім, сайраған соң бұл дерттен, бүгілді белім, жар тайған соң әр серттен, қамырықты көңіл, қайтсе болар жеңіл. Сағындым сені, көрмедім деп көп заман, адам деп мені, салмадың сен қатмаған, жай табалмай жүрек, жасыған соң сүйіп. Бұл қылған зарым, барса жардың маңына, ол қылған дәрім, ғашығымның жанына, оңалдырып ойды, түзетпей ме бойды. Көзімнің қараса, көңлімнің санаса, бітпейді іштегі ғашықтық жараса, бітпейді іштегі ғашықтық